мамандық атауының төресі ұстаздық. Мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. Ұстаз болу, өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау деп француз ойшылы Жан-Жак Руссо айтпақшы, ұстаздардың еңбегі ерен. Ұстаз шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғарғы үлгісі. Соның бірі Іле ауданы номер 20 орта мектептің ардагер ұлағатты ұстазы Бегенбаева Айгүл Қабитқан қызын айта кетеді. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейне. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяуланым. Қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шындай биік алыпсыздар. Жан біткен жанарына нұр сыйлаған, көндей боп күлімдеген жарықсыздар. Жаралған жақсы үмітпен мұраттардан, жансыздар әлдилеген шуақтарынан. Жатталсын есімдерің жан жүректе, адамның аяуланы сияқталған. Ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздардың еңбегі зор. Сондықтан ол әрқашан қасиетті тұлға ретінде ерекшеленбек. Білім көшін алдыға жылжып келе жатқан ұстаздар қауымына әрқашан құрмет арта бермек. Олай болса, құрметті ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз.